Әкемнің қайтыс болуы менің өмірімді қиындата түсті. Бұрын қорлап жүрген ағамның қылмысының айғағы мен болғандықтан оның көзіне күйік болдым. Бөлек кетпей тұрғанда ол мен төмпештеп ұра бастады. Әйелі құрттаған еттен тамақ істесе де, балалары бұтына сүйіп қойса да, дастарханнан қасық құлап сылдыр ете қалса да бірінші мен таяқ жейтінмін. Шапалақпен бетімнен салып қалатын. Екі бетім дуылдап қып-қызыл болып тұрса да, бажырайып бетіне тік қарап, жыламай қақсайып тұратын. Ол жынданып одан сайын ұратын. Мен сенің әкеңнің орны әкеңмін, мен үйдің үлкенімін, мені сыйлауың керек деп ұратын. Анам байғұс ештеңе демейтін. Көзі бадырайып, кемесі суға кеткен адамда сұлайып тұратын. Тек жылай беретін. Бір жолы оңбай таяқ жедім. Сосын, әке болмақ түгіл аға да бола алмадың, айуан деп айқайлап, сөз қайтарып тағы да таяқ жедім. Енді ұрсаң түнде бауыздап өлтіремін сені деп пышаққа жүгірдім. Сол кезде ғана сескеніп, ағам кейін шегінді. Анам қолымнан ұстап үйден алып шығарды. Анам екеуміз ауыл сыртына шығып біраз үнсіз отырдық. Сосын анам қатты жылап, сені қорғай алмадым, бөлек кеткенше шыдай тұршы деді. Ол кезде мен 7-8 сыныпта оқитынмын. Артынша екі ағамды бөлек үйге көшті. Мені ұрғанын тоқтатты. Алайда кіші екі ағамды оңдырмай тепкілейтін. Тек ең кіші 5-ші ағамды және сіңілімді ғана ұрмайтын. Біз, анам, кіші 3 ағам және сіңілім бәріміз тату-тәтті әдемі өмір сүре бастадық. Тек анда-санда үлкен ағам ішіп келіп кіші ағаларымды ұрып кететін. Олар еш уақытта үлкен ағамызға жауап қайтарып төбелескен емес. Тек ұрғанына төзіп жүре беретін. Қазір ойласам, күштері оны ұрғанға жетеді екен ғой. Анамды ойлап, анамызға жандары ашыған соң, пәленшенің балалары төбелеп сысып қалыпты деген өсекке қалмас үшін, елге күлкі болмайық деп, не сөз қайтармай, не таяқ жеп, шыдап жүрген екен. Үлкен ағамыз әрі тиран, әрі педофил, әрі ұятсыз адам болды. Мен мектепті бітіріп, ауылдан кететін шағымды қатты күттім. Ауылдан бір кетсем қайтып келместе күй кештім. Осы жерде әкемнің қайтыс болғанына әбден ыза болғанымды айтсам да деймін. Мен кіп-кішкентай болсам да әкемнің амандығын ойлап, ағамды өлтіріп қоймасын деп зорлыққа шыдап жүргенімде, әкемнің кенеттен о дүниелік болуы маған қатты тиді. Мен бірде оның өлігіне ыза болсам, кейде ағамның қылмысын білмей өлгенінде дұрыс шығар деп ойлайтынмын. О дүниеде өмір бар. Аллахтың алдына бәріне жауап бересің. Дегенді естігенде бала көңілім қайтыс болған байқұс әкем менің көрген қорлығым үшін, ағама дұрыс тәрбие бермегені үшін, мені қорғамағаны үшін, менің көзімдегі мұң мен қайғыны көрмегені үшін тозаққа түсті ма деп қорқатынмын. Миым мыңдаған ой мен қиялдардан қайнап, басым жарылып кете жаздайтын. Бірнеше рет өзіме қол жұмсамақшы да болдым. 6-7 сынып оқып жүрген кездерімде біресе арқанаға асылып қалсам екен деп, біресе мал соятын пышақпен өзімді өлтіргім келетін. Сондай күндердің бірінде қолыма өткір пышақ алып, бақшаның шетіндегі сайға отырып, пышақты мойныма бірнеше рет тақап, өзімді өлтіруге тоқталдым. Алайда басыма, неге мен өлуім керек? Мен не жамандық жасадым өлетіндей? Жазығым не, өзімді өлтіретіндей деген ойлар келді. Сосын бар азабымның себепшісі ағамды өлтірейін деп, сол өткір пышақты алып, түнде аға жеңгемнің жатын бөлмесіне келдім. Миым қайнап тағы түрлі ойлар келді. Бұл айуан қазір өле қалады, ал менше түрмеге түсем бе? Осының кесірінен бар балалық шағым топалаң болды. Енді жасөспірім шағымды да қорлықта өте ме? Осындай ойлардан соң пышақты орнына барып қойдым да өзім ұйықтап қалдым. Ертесіне оянған соң үлкен шешім қабылдадым. Жоқ, мен өлмеймін. Және ешкімді өлтірмеймін. Қолымды айуанның қанына боямаймын. Одан да жақсы өмір сүруге тырысамын. Осылайша мен ыза мен кекті ысырып тастап, өмірімді жақсартуға бет бұрдым. Мен мектепте озат оқыдым. Қатарымның алды едім. Бүкіл жарыстарда жүлдемен оралатынмын. Менің мектептегі білімме мұғалімдер таңдай қағатын. Сондықтан өзімді ауылдан мүлде көшіп, қайта оралмастай болуға дайындадым. Сөйтіп жүріп мен мектеп бітірдім. Қалаға кетіп университетке өз күшіммен грантқа оқуға түстім.
Студенттік жастық шақ басталды. Осы кезде анамның басынан тағы да сынақтар түсті. Жалғыз бауыры және менің үшінші алтындай ағам бір айдың ішінде қайтыс болды. Анам қайта депрессияға түсті. Денсаулығы сыр бере бастады. Студенттік кезде мен зорлықпен қайта кездестім. Жалдамалы пәтерде бірге тұратын, әрі туысым болып келетін әпкемнің нағашы көкесі келген еді. Ол қалада 2-3 апта тұратын жер керек еді. Үй сатып алғанша сендермен тұрайын деп біздің пәтерге орналасты. Пәтерді ол баста туыс әпкем жалдағандықтан, менен 4 жас үлкен болғандықтан сол қыз шешім қабылдайтын еді. Әрі жасы 40-тан асқан үлкен қызметтегі адам, өзі органда жұмыс жасайтын болғандықтан маған тиіседі деп ойламадым. Бірақ мен шатасыппын. 2-3 күн өте сала ол маған қалжыңдап тиісе бастады. Әпкемнің көзінше сүйкімдісің, бетіңнен сүйейін деп жабыса беретін. Әпкем оны әзілдеді деп түсінетін. Мен барынша қарсыласып, қойыңыз деп қашып жүретінмін. Менімен оңаша қалуға тырысатын. Бірақ менден таң азанмен шығып, тек кешке бірақ келетінмін. Тіпті демалыс күндері сол бәледен қашып басқа туыстарымның ауылына кетіп қалатынмын. Сөйтіп жүріп қатты ауырып температурамен жатып қалдым. Әлгі көкеміз осы кезді пайдаланып маған қол соқты. Өзім төсектен тұра алмай жатсам, көрші бөлмеде әпкем жүрсе де, бөлмеме кіріп еңгезердей болып мені төсектен көтеріп тұрғызып алып, құшақтап, сүйіп бәле болды. Оның не итеруге күшім жоқ. Өзім аурудан басым айналып, дыбысым шықпай қалған. Түрім еш қарсылық көрсете алмады. Тек көзіммен жасым аға берді. Көкеміз 4-5 минут аймалап, сүйіп мұжғылап алып, бетіме қарап, тезірек жазыл, қыдырамыз деп мазақтап қарап тұрды. Ол құшағынан босатқанда, ас бөлмеге әпкеме қарай бар күшімді жинап, қабырғаға сүйеніп, тәлтіректеп әрең бардым. Әпкем жылағанымды көріп, не болды, қатты ауырып жатсың ба деп қояды. Менің қорыққанымнан даусым шықпай қалды. Аузымды балық сияқты ашамын, дыбысым жоқ. Сосын әпкем қайта төсегіме апарып жатқызып қойды. Көкеміз жұмысына кетті. Кешке дейін дірілдеп терлеп өз-өзіме сәл келгенде, қала сыртына тұратын басқа туысымның үйіне такси жалдап қаштым. Өз пәтерімнен қашып жүріп сессиямды бітіріп ауылыма қайттым. Сол жылы университетте карантин болып каникулымыз 1 айдан ағаса созылды. Мен қалаға сабағыма келгенде көкеміз өзіне үй сатып алып, семьясын көшіріп әкеліпті. Одан аман есен қалғаныма әбден қуандым. Алайда ол мені аңдуын тоқтатпады. Сол кезде басқа бір туыс жеңгейімнің ағасы әлгі көкеміздің бастығы екенін білдім. Бастығым менің туысқан жеңгемнің бауыры, не істеп жүргенімді айтып жұмыссыз қалдырам деп қорқытып жатып, ол бәледен де құтылдым. Анама тағы да ештеңе айтпадым. Тіпті қатты ауырғанымды да айтпадым. Себебі анам күйзелісте еді. Бауыр және баласы қатарынан өлгені көтере алмай өмірден баз кешіп кеткен кезі еді. Студенттік кезімде қиындығы көп болды. Анама ауыртпалық салмайын деп, басы артық ақша алмай, өз бетімше проблемаларды шешуге, өз күнімді өзім көруге тырысатынмын. Артық бір тиын алмайтынмын. Мен мұғалімдіктің мамандығында оқығандықтан ба, ұзын юбка, жабық кофта киіп, шашты өріп немесе түйіп, жып-жинақы жүретінмін. Бояу дегенді қолданбайтынмын. Тіпті помадам да жоқ еді. Дене бітімім де аса көзге түсерлікте емес еді. Бірақ еркектердің көзі бәрібір түсетін. Көрші корпуста жұмыс істейтін, бізге сабақ бермейтін, мүлде таныс емес ағайлар тиісетін. Сабаққа жаяу бара жатқанымда көше бойында машиналар тоқтатып, кел, мінсеңші, апарып саламын деп мазалайтын. Солардан қорыққаннан ақшам аз болса да қашып автобусқа мінетінмін. Өзіме сабақ беретін ағайлардың арасында да пайдаланғысы келіп қысым көрсететіндер де бар еді. Бірақ біз тобымызбен ондайлардың үстін ара жазып өзімізді қорғайтынбыз. Университетті өте үздік бітіріп, институтқа конкурс арқылы жұмысқа қабылдандым. Қызметтік шақ басталды. Бар жоғы 21 жаста институтта сабақ бере бастадым. Бұл өте қызықты да, қиыншылығы да көп кезең еді. Күнде бір жаңа нәрсені үйреніп, меңгеріп, әртүрлі адамдармен танысып, сан қилы іс-шараларға да қатысып, қып-қызыл еңбектің ортасында қайнап өмір сүрдім. Әріптес ағайлардың, түрлі пәндерден сабақ беретін ер кісілердің арасында теріс пиғылды адамдар болды.
Алайда мен өмірде әбден пісіп алғандықтан бірден ұрсып боқтап беттерін қайтарып тастайтынмын. Олардың арасында сұп-сұлу әйелдері бар, қуыршақтай әдемі ұл қыздары да бар әріптестер болғанына ылғи таңырқайтынмын. Қолдарындағы алтындарын қадірлемейтін. Тек нәпсілерінің жетегінде жүріп, кім көрінгенге емексесі езіліп тұратындарына жыным ұстайтын. Олар өзге әріптес қыздармен кафелетіп қыдырып жүретін. Мені бетпақ, мінезі жаман, ужас деп сыртына өсектеп күлетін. Өйткені өзіме қол соққызбайтынмын, жолатпайтынмын да. Сөйтіп жүргенде басшымыздың назарына іліктім. Басшымыз жастау кісі еді. Орысша оқыған, әйелі, бала-шағасы, тіпті көптеген көңілестері де бар екенін бәрі білетін. Жұмыста үйіп-төгіп өзіме тапсырма берді де, есебін тек өзіме тапсырасың, бүгін аяқта кешке дейін деп қатырды. Мен сорлы басқа жұмыстарымды ысырып тастап, соның тапсырмасын срочно жасауым керек деп күйбелектедім. Жұмыс күнінің соңына таман аяқтап апарып өткіздім. Ол бірнеше ескерту айтып, дәл қазір тез жөндеп қайта өткіз деді. Мен құжаттарды реттеп жүргенде жұмыстағылардың бәрі үйіне қайтып кетіпті. Басшымыздың қасындағы көмекші және тағы да бір-екі адам ғана бүкіл ғимаратта қалыппыз. Құжаттарды алып тағы да басшының алдына бардым. Ол менің қолымнан құжатты алғансып жаныма жақындап келді де мені бас салып құшақтап алды. Бойым аласа, апарық, салмақ дейтін салмағым да жоқ, өте әлжуаз қыз едім. Тырып етуге шамам жоқ, таң қалып тұрмын. Ол мені оп-оңай көтеріп алып, өзінің жұмыс үстелінің үстіне отырғызып қойып, қатты құшақтап, ұзақ сүйді. Қарсыласуға дәрменім жоқ, көзім алақандай болып кеткен. Бастықтың кабинетіне кіріп бара жатқанымда секретаршаның орнына отырып алған көмекшісінің не үшін жымиып көргенін енді түсіндім. Мен қарсыласып, жұлқынып, бұлқанып жатпаған соң, басшым құшағын сәл босатып, бетіме қарады. Екі бетім от болып жанып тұр. Екі көзім ызадан жасқа толып тұрған мен, оған, мен сізді бастық деп тұрып құрметтеймін, аға мен жасты кісі деп сыйлайтынмын, мұныңыз не, деп тура көзіне қарап сұрадым. Жібер, босат, тағы басқадай айқайлап, байқайламай салған жоқпын. Тіпті қорқаным да көзімнен көрінбейді. Тек таң қалып тұрмын. Мұнысы несі дегендей. Ол кісі менен мұндай реакция күтпек керек. Сасқалақтап қалды да мені жібере салды. Бетіме қарап тұрды да кешір деді. Мен үстелдің үстінен түстім де кабинеттен шығып кеттім. Өзімнің жұмыс орныма барып сөмбемді алдым да ғимараттан жүгіріп шығып кеттім. Аялдамада отырып алып әбден жыладым. Бұл не деген бәле өзі? Қайда барсам қорқыттың көрі дегенде неге маған тиіседі осылар? Басыма мыңдаған ой, жүздеген сұрақ келіп, миым қайнайды. Үйіме әрең жеттім. Ертесі жұмысқа баруға қорықтым. Келесі күні жұмысқа бардым. Тағы тиіссе жұмыстан шығып кетем деп ойладым. Алайда, басшы бұдан кейін ешқашан маған тиіскен жоқ. Керісінше, үлкен құрметпен қарайтын, күрделі жұмыстарды сеніп тапсырып, әр істеген жұмысымды жоғары бағалайтын болды. Басқалар жала жауып қарайлайын десе, ылғи мені жақтайтын. 10 жылдан аса жұмыс істеген уақытта сол оқиға еш қайталанған жоқ. Тіпті сұқтанып қарамады да. Басқа қыздарға тиіскенін естіп жататынбыз, бірақ өзіме одан кейін тиіскен жоқ. Сол салада 2 жыл жұмыс істеп жүріп, үлкен қызметтегі өзге бір кісінің назарына іліктім. Қайда жүрсем де жолымда кес-кестеп, әркімдер арқылы сәлем айтып, мен жүретін жолдарға кедергі жасап жүрді. Сөйтіп, карьерама үлкен нұсқан келді. Қайда барсам да, не істейін деп әрекет етсем де, сол кісінің сәлемін алдымнан шығатын. Тіпті жұмысымдағы бастығымнан мені демалысқа сұрап алмақшы болып, қасықтап жинаған абыройым мен беделімді бір қақбас шал түгелімен жойып жіберді. Осының бәрінен мезі болып, күйеуге шығамын деп шештім. Тұрмыс құрсам, мазамды алмас деп ойлаған мен 26 жасымда көлденең көк аттағы тұрмысқа шықтым. Тұрмыс құрып жатқан жігітім аса көңілімнен шықпады. Алайда анама ұнайтын еді. Жан тебірентірлік сезімі алғашқы махаббатымен қалып қойған менің өзге жігіттерге көңілім суық еді. Сол сәтте менің қасымда көңіл білдіріп жүрген бірнеше жігіттерді анама таныстырып, сол кісіге ұнағанына тұрмысқа шықтым.
Анама жолдасымның сыпайылығы, қарапайымдылығы және кішіпейілділігі ұнады. Маған сенің мінезің қатал, қырсықтығың тағы бар, осы жігіт қана саған лайықты деген еді. Бірақ адам аласы ішінде демекші, күйеуімнің өнері 3-4 жылдан кейін шықты. Балалы болып декретке шыққанда өзін тәңірдей сезініп түрлі мінез көрсете бастады. Өзге әйелдермен де жүрді. Тіпті балаларымызды өлтіріп қоя жаздады. Сөйтіп, онымен ажырасуға шешім қабылдадым. Алайда анам қарсылық танытты. Жолдасыма бір мүмкіндік беруімді сұрады. Өзім де ойлана келе, балалар ес білгенше әкесіз қалдырмайын. Кейін өздері шешер деп ойладым да, отбасымызды сақтап қалдым. Бірақ күйеуіме өте қатаң талап қойдым. Балаларға саусағың тисе, қолыңды иығынан кесіп тастаймын дедім. Одан бері 20 жылға жуық уақыт өтті. Оңай жылдар болған жоқ. Бірақ өзіме, не балаларға қол көтертпейтінмін. Дауысын көтерсе соның өзіне қырылысатынмын. Жолдасыммен қатынасымды сақтап қалуыма әлгі шал да себеп болды. Декреттен соң жұмысқа шықсам, құтырған шал тағы ізіме түсті. Жұмыс істеуге мүмкіндік бермей, әркіммен сәлем айтуын қоймады. Күйеуі, балалары бар әйелге елге жария етіп сөз салу нағыз масқара екен. Солардың бәрінен шаршап, бұл саладан мүлде кетіп қалдым да, басқа жерде жұмыс атқара бастадым. Одан қалса, күйеуімнің әріптестері ажыраспақшы болғанымызды естіп алып, телефон шалып маза кетірді. Осындай нәрселерден кейін ешкім менің мазамды алмас үшін үйге күйеу керек екенін түсіндім де, отбасымды сақтап қаламын деп шештім. Қазіргі кезде 3 баламызды өсіріп жеткізіп отырған жолдасым екеуміздің ара қатынасымыз тек сыйластыққа құрылған. Бір-біріміздің ақымызға кірмейміз. Бар ойымыз балаларды қамтамасыз ету, солардың болашағы. Бір-бірімізге деген сүйіспеншілік кеткендіктен ұрыс талас та жоқ. Көңіліме ұнамайтын адамдардың барлығын өмірінен тысқары етіп тастағанмын. 2 қызым, 1 ұлым бар. Қыздарым тек менің қасымда жүреді. Тіпті әкелерімен оңаша тастамаймын да. Қыздарым үшін қатты қорқамын. Солардың қамы үшін көп еңбектенемін. Мен көрген өмірді көрмесе екен, мен жүрген жолдармен жүрмесе екен деп тілеймін. Құрметті тыңдармандар, балаларымызға абай болайық. Менің басыма келген жағдай өте ауыр, бұл тағдыр.